Сонымен тоқ ішек қатерлі ісігі, бұл тоқ ішектен пайда болатын қатерлі ісік, ол үлкен ішектің бір бөлігі болып табылады. Үлкен ішек көтерілу тоқ ішек, көлденең тоқ ішек, төмендеу тоқ ішек, содан кейін тік ішек пен анусқа айналатын бөліктерден тұрады. Осы тоқ ішектің кез келген бөлігіндегі қатерлі ісік тоқ ішек қатерлі ісігі деп аталады. Бұл семіздікке шалдыққан, физикалық белсенділігі аз, диетасында талшық аз адамдарда жиі кездеседі. Бұл тоқ ішек қатерлі ісігінің ең жиі кездесетін өмір салты себептері. Сол жақта да, оң жақта да, сондықтан сізде тоқ ішек қатерлі ісігі бар. Көтерілу тоқ ішек, ол оң жақ тоқ ішек қатерлі ісігі, және төмендеу тоқ ішек, ол сол жақ тоқ ішек қатерлі ісігі. Және олардың екеуінде де белгілері әртүрлі. Төмендеу тоқ ішек қатерлі ісіктерінде негізгі белгілері ішек әдеттерінің өзгеруі болып табылады. Сонымен сізде іш қату, содан кейін диарея немесе ішекті толық босатпағандай сезіну болады. Кейде сіз нәжіс шығарып жатқанда нәжіспен араласқан қан немесе өз алдына қан болуы мүмкін. Көтерілу тоқ ішек үшін ең жиі кездесетін белгілер. Ауырсыну сияқты нәрселер. Іштің оң жақ төменгі бөлігінде ауырсыну, сондай-ақ шаршау және қан жоғалту, сондықтан гемоглобиннің төмендеуі, көздер бозарып, науқастар әдеттегіден шаршаңқы болады. 1, 2 және 3 кезеңдерінде тоқ ішек қатерлі ісігін емдеудің негізгі әдісі хирургия және операциядан кейін кейде қалған жасушаларды жою үшін химиотерапия береміз. Бірақ 4 кезеңдегі тоқ ішек қатерлі ісігінде негізгі емдеу, медициналық емдеу, ол химиотерапияны мақсатты терапиямен немесе иммунотерапиямен біріктіру. Қатерлі ісік жасушаларының молекулалық құрамына байланысты. Тоқ ішек қатерлі ісіктерінің алдын алу өте қиын. Әрине, өмір салтын өзгерту, мысалы диетаны өзгерту, физикалық белсенділікті арттыру, дене салмағын қалыпты ұстау әдетте тоқ ішек қатерлі ісіктеріне көмектеседі. Тоқ ішек қатерлі ісіктерінің қаупін азайту. Алайда менің ойымша тоқ ішек қатерлі ісігін ертерек анықтаудың ең маңызды әдісі скрининг. Бұл бірінші немесе екінші кезеңде, емделу мүмкіндігі өте жоғары болған кезде. Үшінші немесе төртінші кезеңде емес. Сондықтан мен әдетте науқастарға нәжістегі жасырын қанды тексеруді ұсынамын. Яғни нәжісте қан бар жоғын зертханада әр 2 немесе 3 жылда бір рет тексеру керек. Егер біреудің созылмалы қатерлі ісіктерді дамыту қаупі өте жоғары болса, мысалы, созылмалы қатерлі ісіктердің күшті отбасылық тарихы болса, онда олар колоноскопия жасауы керек. Әр 5-10 жылда бір рет.